Достар, бүгінгі тарих, жоқтықтың ортасында да білімге деген құштарлықтың қалай жеңетіні туралы. Бұл Ерлан есімді жігіттің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда бір адамның қаншалықты көп адамның өміріне әсер ете алатыны туралы үлкен сабақ бар. Ерлан оңтүстік Қазақстан облысындағы шағын ауылда дүниеге келді. Оның ата-анасы ол 5 жасында жол апатында қайтыс болды. Ерланды әжесі Батима апай асырап алды. Ол сол кезде 60 жаста, зейнеткерлікте болатын, өзінің шағын зейнетақысымен күн көретін. Батима апайдың жағдайы қиын болғанымен, ол немересіне бар мейірімін, бар күшін салды. Ол күн сайын ерте тұрып, кішкентай Ерланды мектепке дайындайтын, кешке оның сабағын тексеретін. Балам, менде саған қалдыратын байлық жоқ, бірақ мен саған білім бере аламын, ал білім ешкім тартып ала алмайтын байлық деп ол жиі айтатын. Ерлан мектепте жақсы оқыды, ол әсіресе математика мен әдебиетке қызығатын. Бірақ отбасының қаржылық жағдайы қиын болғандықтан ол көп нәрседен қол үзді, жаңа киім, қосымша сабақтар, мектептен тыс үйірмелер, бұларды ол көре алмады. Кейбір сыныптастары оны жетім, кедей деп келемеждейтін, бірақ Ерлан бұған қатты мән бермеуге тырысты, себебі Батима апай оған адамдардың сөзіне емес, өз ісіңе назар аудар деп үйреткен еді. 13 жасында Ерлан мектептен кейін көрші балаларға тегін сабақ бере бастады. Олар да қиын жағдайда, қосымша сабаққа ақша төлей алмайтын отбасылардан еді. Ерлан бұл жұмысты ақысыз жасады, себебі ол білімнің құндылығын, оны бөлісудің қуанышын түсінетін. Мектептегі мұғалім Сара апай Ерланның бұл қабілетін, оның басқаларға көмектесуге деген құштарлығын байқады. Балам, сенде мұғалімге тән қасиет бар, сен білгеніңді басқаларға түсіндіре аласың, әрі сен бұны шын жүректен жасайсың деп ол Ерланды қолдады. 15 жасында Батима апайдың денсаулығында мәселе туды, оның жүрегі ауырды, ол жиі ауруханаға түсетін болды. Ерлан анасының, дәлірек айтсақ, әжесінің қасында болу үшін көп уақытын үй жұмысына, оны күтуге арнады. Бірақ ол оқуында тастамады, түнде дәптер жазып, күндіз әжесіне қамқорлық көрсетті. Мектепті Ерлан 6 медальмен бітірді. Ол педагогикалық университетке түсуді армандады. Бірақ Батима апайдың денсаулығы, отбасының қаржылық жағдайы оны алды. Батима апай мұны сезіп, балам, менің жағдайым үшін өз болашағыңнан бас тартпа. Мен сені әрдайым мақтан тұтамын, тек сен өз жолыңмен жүр деп қолдады. Ерлан мемлекеттік грантпен педагогикалық университетке түсті. Ол математика мұғалімі мамандығын таңдады. Ол Алматыға көшуге тура келді. Бұл оның өмірінде үлкен өзгеріс болды. Ол жатақханада тұрды, ақша тапшылығынан жиі қиналды. Бірақ ол Батима апайға көмектесу үшін еш уақытта репетиторлық жасай бастады. Университет жылдары Ерлан әжесіне жиі хабарласып, оның денсаулығын, жағдайын үнемі біліп тұратын. Ол демалыс кезінде ауылға қайтып, әжесіне көмектесетін, оның үйін жөндейтін, азық-түлік әкелетін. Бұл оның үшін оңай болмады, себебі ол екі бағытта да оқу мен отбасылық жауапкершілікте толық жауапкершілікпен әрекет етуге тырысты. Университетті бітіргеннен кейін Ерланның алдында үлкен таңдау тұрды. Ол Алматыда жоғары жалақымен жеке мектепте жұмыс істей алатын, немесе өз туған ауылына оралып, жергілікті мектепте жұмыс істей алатын. Көптеген оның курстасы қалада қалуды таңдады, себебі ауылдық мектептің жалақысы әлдеқайда төмен, мүмкіндіктер шектеулі. Ерлан ұзақ ойланғаннан кейін өз ауылына оралуға шешім қабылдады. Мен өзім осы ауылда өстім, мен білемін, мұнда қандай мұғалімдер жетіспейтінін, балалардың қандай мүмкіндіктерден айырылғанын. Мен өз біліммен, өз ауылыма пайда әкелгім келеді деп ол өз шешімін түсіндірді. Ауылдағы мектепте Ерлан математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс істей бастады. Ол алғашқы жылдары көп қиындықпен бетпе-бет келді. Мектептің материалдық базасы әлсіз, оқу құралдары жеткіліксіз, ал оқушылардың көбі оның өзі сияқты қиын отбасылық жағдайда өмір сүретін. Ерлан дәстүрлі оқыту әдістерінен басқаша жол таңдады. Ол математиканы қызықты, өмірмен байланысты етіп үйретуге тырысты, оқушылардың нақты өмірлік мысалдар арқылы түсінуіне көмектесті.
Ол сондай-ақ сабақтан тыс уақытта қиналған оқушыларға қосымша тегін сабақ беретін болды. Себебі ол өзінің де балалық шағында осындай көмектің қаншалықты маңызды екенін білетін. Екінші жылы Ерланның сыныбындағы оқушылар республикалық математика олимпиадасына қатысып, бірнеше жүлделі орын алды. Бұл ауылдық мектеп үшін үлкен жетістік болды, себебі бұрын бұл мектептен ешқашан республикалық деңгейге жеткен оқушы болмаған еді. Осы жетістіктен кейін аудандық білім бөлімі Ерланды байқады, оны жас, талантты мұғалім ретінде марапаттады. Бірақ Ерлан үшін бұл марапаттан гөрі оқушылардың көзіндегі қызығушылық, олардың математикаға деген жаңа құштарлығы маңыздырақ болды. Үшінші жылы Ерлан мектепте жаңа бастама көтерді. Ол ата-анасы қаржылай қиын жағдайдағы оқушыларға арналған үміт деп аталатын қосымша білім беру бағдарламасын құрды. Бұл бағдарлама аясында ол және басқа ерікті мұғалімдер қиын жағдайдағы оқушыларға тегін қосымша сабақ беретін, оларды университетке түсуге дайындайтын. Осы бағдарламаның арқасында келесі 5 жылда ауылдан бұрын соңды болмаған санда 15 оқушы жоғары оқу орындарына грантпен түсті. Бұл Ерлан үшін үлкен мақтаныш болды, себебі ол өзінің де кезінде осындай мүмкіндікке зәру болғанын жақсы білетін. 5-ші жылы Батима апайдың денсаулығы қатты нашарлады. Ерлан оны толық қамқорлыққа алды, жұмыстан кейін әжесінің қасында болды, оның емделуіне қажетті барлық шараларды көрді. Батима апай өмірінің соңғы күндерінде Ерланға: «Балам, мен сені асырағаныма ешқашан өкінбедім. Сен менің ең үлкен жетістігімсің» деп айтты. Батима апай сол жылы қайтыс болды. Бұл Ерлан үшін өте ауыр қайғы болды, себебі әжесі оның өмірінде жалғыз, ең жақын адам еді. Бірақ ол әжесінің оны қалай тәрбиелегенін, оның білімге деген құрметін есіне алып, өз жұмысын, өз миссиясын жалғастыруға шешім қабылдады. 7-ші жылы Ерлан мектеп директоры лауазымына дейін көтерілді. Ол мектептің материалдық базасын жақсартуға көп күш салды. Ол әртүрлі гранттық бағдарламаларға өтінім беріп, компьютер сыныбын, жаңа кітапхананы ашуға қаражат тапты. Ол сондай-ақ ауылға жаңа мұғалімдерді тартуға, оларға тұрғын үй, лайықты жағдай жасауға тырысты. 10 жылдан кейін Ерланның мектебі облыстағы ең үздік ауылдық мектептердің біріне айналды. Оның үміт бағдарламасы бойынша 100-ден астам оқушы жоғары білім алды. Олардың көбі қазір әртүрлі салада табысты мамандар болып жұмыс істейді: дәрігерлер, инженерлер, заңгерлер, мұғалімдер. Ерлан өзінің жетістігін жеке жетістік ретінде емес, Батима апайдың берген тәрбиесінің, оның білімге деген құрметінің жалғасы ретінде қарастырады. «Менің әжем маған ешбір материалдық байлық қалдырмады, бірақ ол маған ең үлкен байлықты деген атақты қалды. Мен енді осы байлықты басқаларға беріп жатырмын» дейді ол. Ерлан өз отбасында құрды. Ол мектепте әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Айгүл есімді қызбен танысып үйленді. Олардың 3 баласы бар. Ол балаларына әрдайым: «Материалдық байлық уақытша нәрсе, ол келуі, кетуі мүмкін. Ал білім, еңбекқорлық, бұлар сендермен мәңгі қалады» деп үйретеді. Бір сұхбатында журналист Ерланнан: «Сізге ең қиыны не болды?» деп сұрағанда, ол былай деп жауап берді: «Жоқтық емес ең қиыны. Ең қиыны әжемнің қартайғанын, оның денсаулығының нашарлағанын көру, әрі мен оны жеткілікті көмектесе алмай жатырмын ба деген алаңдаушылық еді. Бірақ мен түсіндім, ол маған берген ең үлкен көмек білім, ал мен оны басқаларға беру арқылы оның есімін мәңгі сақтап отырмын». Достар, Ерланның тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Материалдық жоқтық адамның болашағын анықтамайды. Білімге деген құштарлық, еңбекқорлық, басқаларға көмектесуге деген ұмтылыс, бұлар кез келген адамды үлкен биікке жеткізе алады, тіпті ол ең қарапайым жағдайдан бастаса да. Егер сіз де қазір өз мүмкіндігіңіз шектеулі деп ойласаңыз, білесіз бе, Ерлан да дәл сол жерден бастады, жетім қалған, кедей ауылда өскен бала ретінде.
Бірақ ол білімге деген құштарлығын, еңбекқорлығын жоғалтпады, әрі бұл оны үлкен жетістікке жеткізді. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген шабыттандыратын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Ерланның тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Сара апайдың рөлі ерекше маңызды болды. Ол Ерланның мұғалімдік қабілетін алғаш байқаған адам ғана емес. Ол сондай-ақ Ерланға университетке түсу үшін қажетті құжаттарды дайындауда, грант алу процесінде көп көмектесті. Мен Ерланда ерекше нәрсе көрдім. Ол білімді тек өзі үшін емес, басқалармен бөлісу үшін алғысы келді. Бұл нағыз мұғалімге тән қасиет, дейді Сара апай. Айгүлмен танысу тарихы да қызық болды. Олар екеуі де мектепте жұмыс істей бастағанда кездесті. Айгүл жаңа мұғалім ретінде келгенде, Ерлан оған мектептің ерекшеліктерін, оқушылардың жағдайын түсіндіруге көмектесті. Мен оның оқушыларға деген шынайы қамқорлығын көрдім. Бұл мені қатты тәнті етті, дейді Айгүл. Осы тарихтың терең мәні мынада: бір адамның білімге, еңбекке деген адалдығы тек оның жеке өміріне ғана емес, бүкіл қоғамдастыққа әсер етуі мүмкін. Ерлан бізге көрсеткендей, тіпті ең қарапайым жағдайдан шыққан адамда дұрыс құндылықтар мен табандылықпен көп адамның өміріне оң өзгеріс әкеле алады. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз. Келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар. Ерланның үміт бағдарламасы қазір облыстың басқа аудандарына да таралуда. Ол өз тәжірибесін бөлісіп, басқа ауылдық мектептерге де осындай бағдарлама құруға көмектеседі. Менің мақсатым әр ауылда менің әжем маған берген мүмкіндік сияқты әр баланың өз мүмкіндігі болуы, дейді ол. Ерланның мектебінде оқитын оқушылар оның тарихын біледі, әрі оны үлгі тұтады. Ерлан ағай бізге кедейлік бұл соңы емес, тек бастапқы нүкте екенін көрсетті. Біз де оның сияқты болғымыз келеді, дейді оның оқушыларының бірі.